Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Кеше шыққан видеодан кейінгі біраз алдағы уақытта видеоның барлығы осындай анық документациямен барлықтарымен біраз ашына болады. Сіздерге бір тағы да біздің білмейтін хабармен таныстырайын. Біздің компания қазір 5 мемлекетте жұмыс жасайды. Украина, Албания, Қырғызстан, Қазақстан және Ресей мемлекеттері. Алдағы уақытта Грузия мемлекетіне де бізге тапсырыс келіп жатыр. Грузияда өзіміздің ағамыз бар. Сол жақтан офис ашып, яғни біз Кореяның көліктерінің Грузияда хит продаж болып отқанын естіп жатырмыз. Сол жақтан да біз офис ашамыз деген әңгімелестік. Болашақта Грузия мемлекетіне де, Арменияға да Кореяның машиналары кіретін болады. Біз қазір Audi A3 көлігіне келдік. Бұл көлік Эльмар бауырымыздың Албания мемлекеті сатылған көлік. Қараңыздар, 2014 жыл Audi 2 литр турбо, вин кодын барлығын тексеріп алдық, барлығы таза, керемет. Және біз қазір осы Audi'ді айдап, жолда Kia Bongo көлігіне барамыз, оның видеосын көресіздер. Осы келесі видеода, немесе осы видео жалғасы болсын тіпті. Одан кейін Hyundai Grandeur деген көлік бар. Кеше айттым, достарым бізде 7 машина алды. Кеше бір Grandeur, бүгін бір Grandeurге задат беріп қойды. Алда уақытта Kia мен Hyundaiға седан машинаға тапсырыс барып іздейміз. Болашақта біздің видеоның барлығы сіздерге күніге 2-3 видеодан шығып отырады. Бізден бірге болыңыздар. Және өзімнің номерімді қалдырдым ғой. Нұрлан, өзімнің WhatsApp-ым, Ерланның егізімнің WhatsApp-ы. Диас, Алматыда біздің офисіміз ашылған. Сол жаққа барып договор бәрін толтырасыздар. Бізде барлығы анық. Audi A3 кішкентай шағын көлік. Біз енді көліктерді мына жақтағы вин-кодпен байынан барлықтарын прозрачында тексереміз. Себебі біздің жұмыс осындай барлығы анық болу керек. Бұл енді пуш-старт екен. Тіпті мониторын есет. Дизель. Ал, Ерлан бауырым, кеттік жолға. Жолда 2-3 машина көру керек. Видеоның жалғасын көріңіздер. Енді бағанағы Audi көлігін көрдіңіздер, өте керемет көлік. Енді біз Қазақстаннан басқа мемлекеттерге де біздің компания көлік жібереді. Ал енді біздің Қазақстаннан Мұрат ағамыз хабарласқан Астана қаласынан Kia Bongo көлігін сұрастырды. Бұл көлік 2020 жыл және Қазақстанда дизельдің бағасы біріншіден қымбаттағандықтан және минус 15 градуста қатып қалатын болғандықтан заводской газ көліктер өте керемет. Және бұл заводской газдың минус 50 градуста да 60 градуста да қатпайды. Сол жақтарын ойларыңызға сала кетіңіздер. Старикс көлігін алдық. Аллаға шүкір, Тараз бен Шымкент, Алматы қалаларында маршрутта жүр. Өте керемет, жанармайды аз тұтынады және көліктің тартысы өте керемет. Енді сіздерде осындай заводской газ көліктерін алыңыздар. Қазір газдың бағасының 50 теңге мен 70 теңгенің арасы болып тұр ғой. Сол себепті сондай уақытта кезеңде алыңыздар. Және Қазақстаннан маған қазір кісілер звондап жатыр. Заводской газдың көліктің бір жаман жері покупкаге болмаса подземкеде қойсаңда газыңызы қатты шығады дейді. Бірақ мен осы Корея мемлекетінде тұрып атқаныма 5 жыл 10 ай болып қалды. Енді 11 ай. Екіншіден Аллах тағалам куә, әрбір қазақтар біледі. Кореяда газбен жүретін көліктер өте көп, таксиде және осындай қызмет көліктеріне де қойып жатыр. Көлікте газдың есі мүлдем шықпайды, сыртына да ішінде де. Тек қана заправка жасаған кезде енді ол шығады. Басқа уақытта уайымдамаңыздар. Енді көліктің бір анығырақ түсіндіре кетейін. Мінекей 2020 жыл 2-4 заводский газ, бұда тұрған мотор Starix LPG, яғни газ көлігіне де осы моторды қойған. Көліктің тартысы барлығы өте керемет. Бұл көліктің иесі Астана қаласына тұрады. Астана қаласына алып жатыр. Мінекей Bongo 3 1 тонналық. Мына жақтарын бәрі тап-таза. Краскасын бәрін өлшедік. Барлығы өте жақсы. Мына жағында енді аккумуляторы, арт жағында 2 қос балоны. Көлік тап-таза. Пробегі де өте аз. 2 запаска мына жақта балоны бар. Тіпті мына жақта қарасаңыздар үлкен газ. Енді осы газ
баллонның размері өте үлкендеу, толық бір 60 литр салынса құйылса керек, 500-600 километр еркін жүре аласыздар. Сосын қыста қатпайды және бұл газдың комплектациясы өте жақсы. Сосын айта кететін жағдай, қазір бір от алдырайық. Мінеки 2020 жыл. Мына жақта LPG деген кнопкасы бар. Және комплектациясын қараңыздар. LPI деген кнопка жазу өшеді. Өшкеннен бір от алдырасыздар. Енді бұл жақта анау мінеки. Енді бұлардың барлығы механик, автомат бұларды мүлдем жоқ. Қарасаңыздар, мына жақта кнопка Bluetooth орнатуға болады. Және мультируль. Пробегі 8988 км жүрген. Подогрев руль, боковой терезені ысыту және жабу, орнықты ысыту, мультимедиа, Bluetooth, кондер барлығы бар. Одан кейін тағы салфанда арт жағына кішігірім зат салғанға орын бар. Мынаның астында мотор, мынаны көтерсеңіздер астынан мотор, яғни майын ауыстыру деген, майын ауыстыру немесе майда тексеру осының астынан көруге болады. Ал енді көлікте полный электропакет. Мына жақта ашатын болсам, яқтан енді жидкостьтар бағана терезе жуатын, антифриз деген нәрсені құюға болады. Енді фарасын жақсы. Жақсы. Енді ағайын бауырлар, сіздерге де осындай көлік бұйырсын, растамашканың ақшасын енді біз жобамен есептеп жатырмыз. Енді без утилді алып тастағанда 2 миллион мен 2,5 миллионның арасына теңге кетеді. Енді утилизациялық сбордың бағасы сосын белгілі болады. Оны барлығымыз заңды жүзде төлейміз. Енді сіздерге керемет көлік бұйырсын. Келесі видеода жоққанша амақта сау болайық. Енді біз тағы да басқа көліктерге жолға шықтық.